ұйымдастырылған оқу әрекетімізге шалқан ертегісін танысатын боламыз, иә бала? Ертеде бір ата болды, иә? Ол ата өзінің бау-бақшасына шалқан өсіріпті. Ол шалқанды күнде барып су құйып, шалқанды күтіп жүріпті. Ол шалқан күннен-күнге үлкен болып өсе бастапты. Ата бір күні шалқан пыстау деп, шалқанды қазып алайын деп барса, шалқан үлкен болып өскен шалқан алынбай қойыпты. Күрекпен әр қазып бері қалады. Одан кейін шалқанды әр қазып берді, шалқан алынбай. Сол кезде көмекке өзінің апа кемпірін шақырыпты. Кемпірім, келші маған көмектеші дейді. Кемпірі келіп атасын белінен ұстап, екеуі ата шалқаннан ұстап, әр тартты, бер тартты. Шалқан алынып па болар? Жоқ, алынбай қойыпты. Атасы тұрып, қызын көмекке шақырыпты. Қызым, бері келші, маған көмектеші депті. Бір кезде қызы жүгіріп келіп, ата шалқаннан, апа атадан, қыз ападан ұстап, шалқанды әр тартыпты, бері тартыпты. Шалқан алынып па? Жоқ, алынбай қойыпты болар. Сөйтіп қызы көмекке досы күшігін шақырыпты. Күшік келіпті. Ата шалқаннан, апа атасынан, қызы апасынан, ит қызынан ұстап шалқанды әр тартыпты, бері тартыпты, шалқан алынбай қойыпты. Сөйтіп ит досы мысығын көмекке шақырыпты. Мысығым, бері келші, маған көмектеші депті. Сөйтіп мысық көмекке келіпті. Ата, апа, қызы, мысық, күшік, мысық бәрі бірге шалқанды әр тартып, бері тартып ала алмапты. Сол кезде күшік, мысық, досы тышқанды көмекке шақырыпты. Тышқан келіпті. Сөйтіп атасы, апасы, қызы, ит, мысық, тышқан барлығы бірігіп шалқанды әр тартып, бері тартып шалқанды жұлып алыпты. Сөйтіп бәрі қуанып, шалқанды үйлеріне апарып, апасы одан ботқа пісіріп, бәрі бірге ас басына отырып, тәтті ботқа ішіпті балалар. Мінекей балалар, ертеңіміз осымен аяқталды. Ертеңіміз ұнады ма балалар? Иә. Қандай жерінде? Шалқан, атасы, қандай кейіпкерге қатысты? Атасы, апасы, қызы, ит, мысық, тышқан. Балалар, сендер ертегіден біраз шаршап қалған боласыңдар. Ертеңіміз тыңдап, кәнекей бәріміз тұрып, тергеу сәтімізді жасамайық. Бүгін тергеу сәтімізде қазір балалар, қоя тергеу сәтімізді айтайын. Не кәнекей бәріміз? Ұзын құлақ сұр қоян, есті қалды сыбдырды, ойқырды жерлерінен ытқып секірді, қарап еді артына қиылын сап көзінің, келе жатқан тобанға көжек екен өзінің. Көжек кімнің баласы балалар, білеміз бе? Иә. Қоянның баласы, иә? Жақсы балалар. Кәне бала, ендеше біз сабақ бүгінгі ұйымдастырған әрекетімізді қорытындылай жіберейік. Мына тұрған тақтамызға ең бірінші шалқан, біздің ертегіміздің аты қалай еді? Шалқан ертегісі деп аталады, иә? Енді балалар, шалқанды ең бірінші тартуға барған кім еді? Тыныштыр. Жабыстырамыз, кәнекей, маңдып келе ғой. Бірінші кейіпкеріміз жабыстыра ғой. Жақсы. Шалқанның қаса жабыстырды. О, дұрыс. Жақсы. Келесі кейіпкеріміз кім еді? Келе ғой. Дұрыс. Жарайсың, жабыстыра ғой. Келесі кейіпкерімізді жабыстыра ғой. Дұрыс, бабалар. Дұрыс жабыстырып отыр ма? Иә. Дұрыс. Келесі кейіпкерімізді жабыстыра ғой. Бала ғой, судан тартып жабыстыра ғой. Дұрыс па бала? Иә. Дұрыс жабыстырып отыр. Бала ғой. Келесі кейіпкерімізді жабыстыра ғой. Дұрыс жабыстырма бала? Иә. Жақсы. Ал енді олар бәрін айтып шығар кәне. Шалқан ертегісіне қандай кейіпкер қатысты? Ата, апа, қызы, ит, мысық, тышқан. Жақсы болады. Бүгінгі біздің оқу әрекетіміздегі
қарастырған ертегіміз шалқар ертегі сендерге ұнады ма? Иә. Осы жерде қандай кейіпкер сендерге жақсы көбірек ұнады? Саған қандай кейіпкер көбірек ұнады? Апата. Апата? Жақсы. Саған қандай кейіпкер ұнады? Шұқан ұнады. Жақсы бала ендеше бүгінгі оқу әрекетіміз осымен аяқталды. Сау бол.